Армысың қазақ елі. Бүгінгі біздің подкастта Нұрсұлтан қазақ граммар деген бәріміз білетін жобаның басынан бастап жүргізіп келе жатқан адам және Ерлан бізде біздің көне түркі жазуы, руна немесе түрк бітік, соны дамытып, адамдарға үйретіп, зерттеп жүрген адам. Танысайық енді. Менің атым Нұрсұлтан, қазақ граммар парақшасының жүргізушісімін, негізін қалаушысымын. Біз бұл парақшаны 2012-де негізі ашқан болатын. 2012-нің наурызында ВКонтакте желісінде аштым. Одан кейін біраз жыл жүргізіп, Инстаграмда аштым. 6 жыл бұрын. Содан бері негізінен Инстаграмда жүргізем. Қазір жазылушылар саны 60 мыңға тақап қалды. Енді біздің парақшаның негізгі миссиясы ол қазақ тілінің популяризациясы. Мысалы қазақ тілінде көп сөздер мысалы қате айтылса, сол ережелерін түсіндіру, қалай дұрыс айту керек, қалай дұрыс жазу керек, соны түсіндіреміз. Сосын онымен қатар латын реформасында қолдаймыз. Өзіміздің нұсқамыз бар, соны біз билікке де ұсындық. Сонымен жалпы нетеміз, айналысамыз. Негіз қазақ граммарда көбісі ол латын әліпбиін алға итеруші деп біледі. Латын әліпбиін ұсынып отырған. Сол образ қазақ граммар ол латын әліпбиіне қолдау көрсетіп жүрген деп білеміз, иә? Ал Ерлан бізде өзге әліпби, біздің түрк бітікті қолға алып жүр. Ерлан? Армысыз, менің есімім Ерлан, Алматы қала тұрғынымын. Өзім орыс мектебін бітірдім, бірақ қазір бірінші рет қазақша сұхбат берем интервьюде. Мен қазір Каганика түркі бітік жазу орталығына оқытушысымын. Руналық әріптестермен бірге біз негізінде ортақ түркі әліпби жасадық және барлық түрк халықтарына оған көшуге шақырғымыз келеді. Қазіргі уақытта бізде өз әдістемемізде әзірледік. 1 сағат ішінде бітік руна біз үйретеміз. 1 сағаттың ішінде жазып оқушыға болады, иә? Әрбір адамға. Және қазірдің өзінде 2,5 мың адамды біз үйреттік. Бәрекелді. Негізі ортақ барлық түркілерге деп айтып жатыр. Түрк бітіктің негізі өте көп нұсқалары болған. Ең негізгілер бұл Орхон және Енисей жазулары. Олар негізі барлығы бір жерден шыққан, тамыры бір. Бірақ кішкене өзгешеліктер болады да. Соны Ерлан жаңағы Татарстандағы әріптестері бар, басқа да рунолог кісілермен бүгінгі заманға бейімдеп шығарды. Негізі ол руна әліпбиі деген нағыз түркі тілдеріне арналып таза өзіміздің төл әліпби ғой. Бірақ қазіргі қазақ тілі сол көне түркі тілінен сәл айырмашылық бар, иә? Ол Ф әрпі, В, сосын қандай еді тағы? Кириллицамен келген. Х и В. Сол жоқ, кірме сөздермен келген, араб, парсы сөздермен. Мысалы, Фариза дегенде біздің ата-бабамыз Париза деп айтатын. Дұрыс қой, иә? Сондай әріптер жоқ рунада. Сондықтан Ерлан соларды да апострофпен жазып бір нәрсе қылып, сөйтіп әртүрлі амалдарын тауып жатыр да бізге бейімдеудің. Және көптеген елдерде шығып жатыр ғой руна әліпбилері, қолданайық деген сияқты. Бірақ олар көне нұсқасын ала салады да, Орхонды алады немесе Енисейді алады. Сөйтіп оны өзінің тіліне бейімдеп алады. Ал Ерлан істеп жүрген ол барлық түркілерге ортақ әліпби болсын деген сияқты. Негізі сендердің де істеп жүргендерің сол ғой, бірақ латын әліпбиіне арнап, иә? Негізі, иә, біз енді басты мақсат әрине өз тілімізге бейімдеу латынды. Қайткенмен де әр тіл, әр түркі тілі туыстас болғанмен де өз ерекшеліктері бар. Оның әр тіл үшін бөлек әріп таңдау керек, бөлек заңдылық құрастыру, емеле орфография құрастыру керек. Сондықтан да бір қиыншылықтар бар негізінде латынды біріктіру жолында. Сонда бұл алфавит кезінде қолданылған
иә түрік Әрине. елдерінде қолданылған, қалай ол жоғалып қалды? Сол мәселе осы неде Одан кейін жүргеннен төте жазу келді ғой. Негізі ол былай болған ғой, оны ең басында тасқа қашап жазады. Соған бейімделген жазуда. Мгм. Кейін оны қазір Қытайда табылған бар, ырық бітік деген таза Қағазға рунамен жазылған, қағазға жазылған. Ол кейбір тарихшылар айтады, ол ыңғайсыз болды дейді қағазға. Мгм. Себебі сен оны тасқа қашап жазасың ғой. Мгм. Ал қағазға арналған нұсқасы ол жаңағы парсы, араб, төте жазуы. Мгм. Сондықтан көшті дейді. Басқа теория бойынша ол жай ғана андай саяси себеп болды. Жаңағы исламдық Негізі мемлекеттермен оңнан бірігу солға деген сияқты. қарай ол кезде жаңағы чернилалар кеппейтін, и былайынан қолмен жағып жүрмейсің, сол үшін жазылған ба? Оңнан солға қарай? жоқ тасқа Жоқ. қашағанда керісінше ыңғайлы да. Жоқ, нені айтып Арабтарды төтені. айтып жатсың ғой. Иә. Арабтарда не үшін олар оннан солға қарай жазып білесің ба? Себебі олардың жазуы ол да рунадан шыққан. Бірақ оларда басқа руна. Южно-аравийский дей ма қалай? Мгм. ол фригийский бұрын еще Сол Мгм. өзінің рунасы болған. Ол да Мгм. тасқа қаша жазады. Бүкіл оннан солға жазатын халықтардың жазуы Мгм. рунадан шыққан. Сол себеппен Мм. өйткені ұстап былай ұру ыңғайлы да. Жоқ, оның үстіне формалары оңай ғой. Көп андай қисық нелері жоқ, и қысқа нұсқа да, оны көп Аха. тарсылдатып отырмайсың да, төте жазуға қараған кезде. Меніңше тасқа қажап жазған болса, руна өте ыңғайлы келеді екен. Бірақ олардың рунасы басқаша болған. Мгм. Айтқым келіп отырғаны, олардың жазуы рунадан шыққан. Себебі олар сол рунаны кейін қағазға бейімдеген кезде ол сондай домаланып кетті да. Сөйтіп солай қарай жүрген. Ерланға қоятын сұрақ, негізі соны енгізу үшін қандай қиыншылықтар бар қазіргі таңда? қазір вот мен даже бардым арбат ішінде бардым и сұрадым қазақтың балаларында білесіз бе қандай бізде жазу болған. Олар бәрі айтады арабша болған және кириллица. Орыстар келгенде бізде кириллица болды. Көбісі білмейді. Көбісі білмейді. И мен айттым, сіз вот күлтеген тастарында там Тони Хук, Билгек ағаны сондай естідіңіз бе? Білеміз. Ну это типа руна. Я говорю, ну біздің жазуға болған. И көбісі 90% адамдар олар білмейді. Олар думают, что бізге жазу әкелді арабтар және парсалар. И ол біздің национальный проблема уже болып тұр. Что көбісі адамдар білмейді біздің тарихымыз. Біріншіден ең бастысы білмейтіндігі, проблема. Білмейтін, көбісі. Мысалы, неде Есік қаласында табылған не бар ғой, кесе. Сыртында 2,5 мың жыл бұрын жазылған жазу бар. Ағам саған мына ошақты табыстаймын деген бір бәле. Баба сана очук деп солай сақтардың тілінде жазылған ғой, тиграхот сақтары. Сол жәдігер тарихи, ол негізі қазір мен ойымша бүкіл СМИда жүру керек, бүкіл әлжелілерде, себебі ол бізде 2,5 мың жыл бұрын жазу болғанына дәлелді. Ал қазіргі біздің жастар сұрасан, ой бізде жазу болмаған, арабтан келген жазу дейді. Бізге білімді берген орыстар, арабтар дейді ғой сонда. Иә. Ол негізінен Ерлан дұрыс айтып тұр, Бейшара қазақтар деймін да, анау миы қалай неғып кетпеді? Бізде кириллица да болды, төте жазу да болды, латын да болды кезінде, руна да болды. Қысқа уақыттың ішінде деймін да. Иә, потому что бұрын біздің түркі империялар, қағанаттар бұрын бүкіл әлемде, Евразия бойынша ең танымал и ең ежелгі империя болған біздің ата-бабаларымыз. Поэтому бізде неге көрдіңіз, түрік халықтар разный, антропологический разный. Неге? Бізде бар түріктер Кавказ елдеріне ұқсайды, Қытай тіліне, индус адамдарға ұқсайды. Европейстер бар, гагаузтер, чувашылар, татарлар, прям европейц. Бірақ олар бәрі түрк дейді. И вот біздің түрк қағанаты бар ғой, Истеми қаған, Мукан қаған, олар бұрын империя салыстырғанда, империя құрғанда, олар создали закон, заң. Ол айтты төр. Кім осы төр законы ұстайды? Төр. Ол түрік дейді. Неважно, қандай сен кімсің. Түрік. Вот қазақ тілінде Төрді ұстаса түрік дей ма? Иә. Қазір қазақ тілінде сөз төр тек қана как почетное место
моңғол тілінде төр деген ол әкімшілік деген сөз. бүкіл төраға деген бар ғой бізде. иә, төреші, төре, бәрі осындай сөздер, это заң, кім заң қабылдайды, кім заң ұстайды. И бәрі вот племенда бізде бәрі рулар кім ұстаған, тайпалар осы заңды ұстаған, олар түрік дейді. Неважно сен кімсің, эфиопсың, индуссың, бірақ егер сен заң ұстайсың, сен түрік. И біздің и сенде бәрі равные возможности бар. Сен налог төлейсің, 10% сондай налог төлейсің, и бәрі. Сен бүкіл Евразия бойынша сен жүре бересің. Емін-еркін жүресің, иә. То есть это по сути Европейский Союз нынешний. Негізі бір қызық нәрсе бар. Мысалы мен Ирландда біраз болып қалды танып жүргеніме, бұрын мүлде қазақша білмейтін, орысша сөйлейтін таза. Енді қазір акцентіне білініп тұрған шығар. Себебі ол өте оңай емес жол өтті да. Анау орыстардың арасында, орысша сөйлейтін қазақтардың арасында. Бірақ қазір өте тәуір сөйлеп отыр. Оның себебі ол руна жазуын зерттеу арқылы қазақ тілін түсіне бастады. Себебі жаңағы ол көп руна негізі иероглиф сияқты келеді да. Мысалы оқ десе, ғана оқтың сөйлеп салып қалған сияқты сондай. Сол руналарды егер біздің сөздер рунамен жазса, ол сөздің түпкі мағынасы шығып қалады да. Кәдімгідей осындай, мынау осындай сөздерден тұрады екен ғой деген сияқты. Бұрын кездескен кезде айтып отыратын, мен қазір руна жазу арқылы осындай сөздерді біліп отырмын дейді. Мысалы ол бір сөзді көреді, ол мағынасын білмейді. Рунамен жазады да, осындай сөз екен ғой деп түсініп қалады екен. Мен Нұрсұлтанға бір сұрақ қойғым келіп жатыр. Нұрқожа екеуміз бір сәтте бір тақырып талқылаған едік қой. Осы Қазақстанның үстінде бір аура тұрған сияқты деп ше. Сол бір осы 2 жыл болды, бір құдіретті бір күш, осы біздің ұлттық құндылық дамысын екен деген сияқты жолын барлық жақтан ашып тұрған сияқты дейді да. Ал соны сен бағана айтып кеткендей, сенің парақшаңнан білуге болатын сияқты. Сен 6 жыл болды Инстаграмда аштым, 10 жыл болды ВКонтактеде аштым дедin. Соның подписчиктердің саны активіне байланысты сол қай уақыттан бері прям үлкен бір өзгеріс болып кәдімгідей бір. Негізі Инстаграмда 6 жыл дедім ғой, бірақ соңғы 2 жыл ғана бір қатты белсенді жүргізіп жүрміз. Оның мысалы карантинде мысалы әсер етті деп айта аламын. Өйткені бәріміз үйде отырдық, көп бос уақытымыз болды. Сол себепті де көп идея келді, әртүрлі пост жасауға, видео жасауға. Сол уақыттан бері негізі анандай себеп болған жоқ па? Сұраныс пайда болғаннан кейін контент жасадық деген сияқты. Оны мен мысалы соңғы осы жыл ғана, биыл ғана сондай өзгеріс болды деп айта аламын. Себебі соғыстың әсерінен, көшіп келгендердің әсерінен қазір көпшіліктің санасы оянғандай болып тұрды. Қазақ екенін түсініп отыр да енді көбі. Өз тілімізде сөйлеу керек екенін деп. Былай айтқанда Путинге біздің қазақи құндылықтарымыз дамып жатқанына рахмет деп те айтуға болатын сияқты. Кесіп тастаймын мына жерді. Кесе бер, маған бәрібір айтқым келді, айттым. Нұрсұлтан, сен өзің қалай ойлайсың, біздің рунаға көшкеніміз жақсы ма, әлде латынға көшкеніміз жақсы ма? Мен біріншіден бәрібір латынды қолдаймын. Себебі латынға көшу оңайырақ, басқа түркі әліпбилері мысалы түркі тілдері де латынға көшіп қойды, олармен қарым-қатынас жасау жеңілірек болады деп ойлаймын. Бірақ руна да өзіме қатты ұнайды. Ол білмеймін, бір параллель екінші бір әліпби ретінде мүмкін қолдануға болады деп ойлаймын да. Қытайлар сияқты ма? Пенин. Иә, солай сияқты. Мысалы жапондарда да бір емес 3-4 түрлі жазу бар, олар араластырып тіпті қолданады. Сол сияқты екінші әліпби, балама әліпби ретінде енгізсе болады деп ойлаймын, соны қолдаймын. Мен негізі былай ойлап жүрмін да, егер руна болса, осылай арабтарда сияқты да, руна, сосын астында латынмен солай екеуін бірге алып жүрсек, мысалы латын ол ұлтаралық, неге мысалы біреу басқа елден келіп жатса, ал руна қазақтардың арасындағы, мысалы магазиннің атауын, брендтарды сөйтіп рунамен жазып жүрсек. Мен білуімше Мажарстан бар ғой, Венгрия. Венгрияда көп. Иә, олар латынды қолданады, бірақ
соңғы жылдары өздерінің руналарын да енгізіп жүр, түрлі мысалы жол белгілеріне. сол жерде ғана көрдім енді әжесі. Басқа да жерлерде бар шығар. Сөйтіп істесек болады деп ойлаймын. Сосын сен алдында Астанада екеуміз кездескен кезде айтқан едің, неге біз рунаны солдан оңға жазбаймыз деп. Ол енді рунаның принципі бәрі басқаша ғой. Емлесі басқаша. Сен сұрадың ғой менен соны. Иә. Мен сол кезде жауап бере алмадым да саған. Енді менің ойымша жай қазіргі заманға жеңілдету үшін, тезірек үйрену үшін бейімдеу керек сияқты да, жеңілдету үшін. Не ойлайсың сол туралы? Мысалы, Нұрсұлтан ойы бойынша рунаны солдан оңға жазған дұрысырақ болады. Біздің студенттер біздің центрға келгенде, олар менде сондай сұрақ қояды. Неге біз онан солға жазбаймыз, Солдан оңға. Ондан солға. Бірақ мен айттым, егер сіз қазір мынаны алфавитті зерттейсіз, осындай. Бірінші рет ол қиын болады, но бірақ бір сағат ішінде, бір сағат кейін сіз басқаша дейсіз. Иә, и мен айтамын, потом біз сұраймыз, қалай сізге, қалай жазуға болады, справа налево либо ыңғайлы. Қалай ыңғайлы деп. И олар оқиды күлтеген жазуын, төне құқ, белге қаған, ирк битік, бәрі жазған, справа налево жазған. И олар оқиды. И олар оқығанда уже оларға қиын келседі, солай дұрыс екен. Иә, дұрыс. Егер ол древний принцип, біздің ата-бабаларымыз солай жазған, и біз хотим, чтобы бізде адамдар оқығанда не только современный тілде оқығанда, но еще легко түркі, ежелгі түркі ескерткіштерді оқыға оригиналда. Бірақ оның минустары бар ғой, мысалы, жаңағы Нұрсұлтан айтқанша мен ойланбаппын да оны тіпті. Иә, мен соны айтқым келген, мысалы, егер оннан солға болса, бірақ мысалы сандар бар ғой. Сандар, кәдімгі рим цифрлары, олар солдан оңға, олар қалай болады? Мен өзім иврит зерттедім. И ивриттің опыты бар, Израильдер. Қалар Израиль одна из ведущих стран, атамыз. Вот, к примеру, корейстер, японстер, қытайстер, олар же сильные империи, в нынешнем понимании, да, экономически. Бірақ олар өз жазу сохранили. Даже корейстер под оккупацией болғанда, Америкамен және Советский Союз, олар все равно өз жазуын сақтады. И қазір Қазақстанда келгенде, даже ертең сен айтасың, что мало орнаменттер бар, вообще жоқ. Қазір Қазақстанда келгенде непонятно, біз қай жерде? Монголиядамыз, Ресей дейміз. Жоқ, ол орнаменттер бізге зияны жоқ та, ал сіз жаңа сақтап қалды деп жатсыз ғой, Япония, но бірақ олардың өздеріне қиында басқа тілді оқу. Сол жағынан бар да. Басқаларға мүмкін бәрібір шығар, бірақ өз халқына қиын. Қараңыз, қай жерде ең көп адамдар ағылшын тілінде сөйлейді? Индия. Қытай и Индия. То есть олар өз Индияда Девангари бар письмо, Қытайда өз иероглифтер бар. Бірақ көп адамдар, 300 миллион адам біледі қалай ағылшынша оқуға, французша. Мен негізі әліпбиден тіл үйренуге деген пайдасын білмеймін. Қатты ма, үлкен ба сол пайдасы? Мысалы, егер бір елде латын әліпбиі болса, ол ағылшынша тезірек үйренеді деген сөз ба сонда? Мысалы, бізде латын болса, ағылшындар біздің тілді үйренеді деген сөз ба сонда? Жоқ, екі жаққа да, мысалы, Өзбекстан алсақ, олар да латын әліпбиі. Енді білмеймін, бәрі сөйтіп айтады негізі. Ол ешқандай пайдасы деген жоқ сияқты. Жоқ, ол еще экономикалық тұрғыда несі бар ғой, жаңағы расходтары. Өйткені жаңағы клавиатура болсын, жазулар болсын, келтіру керек, программалар болсын, оның да несі бар да, плюстары. Маған ең қиын болып тұрғаны осы рунаның ол сандар негізі. Егер біз оннан солға жазып келе жатсақ, 1465 десек, ол солдан оңға қалады. Арабтарда сияқты да. Ыңғайсыз ғой ол. Иә, мен иврит, араб тілінде письмо справа налево оқиды, а цифры слева направо. То есть это стандарт. Это и иврите бар, и араб тілінде бар. То есть путаница ешқандай жоқ. Вот мен өзім иврит оқығанда, маған ешқандай проблема жоқ. Потому что мен уже привык, что текст мен былай оқимын, а
цифрлы осылай оқимын. В общем, международный стандарт уже болды. Бұрын түркі тілдес ежелгі түркілер цифрлы болмады. Олар просто жазған 1, 2, 3, 4 төмен. Әріппен. Бізде сан болған жоқ. Мен, бин, мін, там төмен это 10 мың. Сонда қысқартылған сөздер де болды ғой, Төмен ол 10 мың. Бірақ сан болған жоқ бізде. Бір қызығы. Тек қана сөзбен жазған бүкіл сандарды. И біздің руналар ол қазақ, және түркі, басқа түркі руналар да бар ғой. Ол как біздің тамғалар болып кетті. Бірақ әр қазақтың тамғасы ол по сути руна. Сөз либо зашифрованный смысл. Біздің сабаққа келеді адамдар, которые даже қазақ тілін білмейді олар. Но олар в принципе синхронизм, түрк синхронизм біледі. Что құт, күт, осындай сөздер. И осындай бізде правило бар, ежегілі түркі грамматикада. Допустим, қазақ солай жазады, но еще можно а жазуға. Қ, А, З, А, Қ. Екеуі де бірде оқылатын болады. Қате болмайды. Қате болмайды. Бірақ егер сізге керек қызық, қозық, қызық, осындай, тоже басқа руна керек. Жоқ, оның негізі әр дыбыс, негізі ол әр руна ол бір әріп қой. Қазақ деп әр 5 әріппен жазуға болады оны да. Оны неге қысқартуды ойлап тапты? Себебі жаңағы саған бір стелланы жазушы керек болса, біріншіден уақыт үнемдейсің, екіншіден ақша. Сен аны оятын адамға ақша төлейсің. Сол үшін осындай нәрсе ойлап тапты. Егер қараңыз, құт солай жазады, күт осылай. 3 әріп 3 руна болып тұр мына жерде. То есть мынау жуан, мынау жіңішке. Менің ойымша қазір біздің поколение, біздің заман, бізде ата бабаларымыз бізге наверное шанс берді. Егер біз қазір үкіметке айтамыз, что бізде көп молодежь бар, который увлекается рунами, не только рунами, бізде теміршілер бар, сіздің парақшаңыз өте көп адамдар қазақ тілін. Мен көремін қалай, поэтому мен сізге алғыс айтамын. И мен ойлаймын, что егер бізде и руна болады, орнаменттер болады, біз Қазақстан көтереміз. Потому что бізде сильная экономика болады, сильная философия болады. И қазақ ол даже Европаға барғанда ол сен қазақ болады. Менде онлайн арқылы мен сабақ күнде беремін. Көбісі 90% ол Америкадан, Европадан қазақтар, которые болашақпен оқиды. Олар бәрі сабақ алады. Мен қазақпын бірінші рет. То есть мен айтамын, мен еще айтамын, қандай сенде қай елсіз? Қазір мен Найман, Дулатпын, бәрі осылай дейді. И біз еще тамғаларды зерттегенде үйренеміз. И адамдар көреді, ол менің тамға, ол связь бар, и мен тоже обязан оқуға. То есть не обязательно мен, может, и не буду применять, но мен білемін. Сосын руна десе шошитындары бар да? Руна мысалы тәңіршілік деп, ол исламға жат деп. Негізі дінмен мен айтайын деп отыр, қазірдің өзі көрермендер көріп отып, мынау бізге жат нәрсе деуі мүмкін да, исламға жат нәрсе. Меніңше бұл дінге ешқандай қатысы жоқ, жай ғана әліппе. Оның үстіне бізді сипаттайтын біздің ерекшелігіміз, яғни орыстардың кириллицасы емес, арабтардың төтесі емес, өзіміздікі деп ойлаймын да. Солар бар ғой, білесің ба, қорғайтындары кириллица ғой. Ал кириллица ол нағыз дінге қатысты, шіркеуде пайда болған әліппе ғой. Миссионерлардың. Кириллица деген ол жаңағы шіркеулік, жаңағы Библия, анау-мынау жазуға арналған, сол оның алғашқы мағынасы. Ал руна жазулары ол өзіміздің кәдімгідей қолданған әліпбиіміз. Ешқандай дінге қатысы жоқ. Бір-бірімен қарым-қатынас болу үшін ойлап табылған, түркілер бір-бірімен бас қосылу үшін ойлап табылған әліпбе. Нұрслан, саған бір айтам деп едім. Осы қараңыз. Қазақтар қазір 70 жыл біз кириллицамен жазамыз, қанша орыс адамдар кім Қазақстанда тұрады? Бізде бір алфавит орыс тілімен. Қанша адамдар бөледі? Письменность ешқандай проблем жоқ. Қанша орыстар біледі Қытай тілін или Корей тілін? Көп.
хотя ол намного сложнее. Аха. Или вот сіз пример вот біз Монголияда вот бар ғой, олар тоже кириллицамен жазады, Аха. но неге ол не помогает бізге, никакой поддержки нет. То есть хотя бы письменность бірдей, вот орыстармен да, даже орыстар оқиды же барлыққа теңге дейді, ну то есть ешқандай польза тіл бір болу керек, чтобы түсіну үшін. иә, то есть польза ешқандай болмайды. Енді қараңыз насчет рынок собственно, қанша вот сіз айттыңыз да 300 миллион түрік тілдес халықтар бар, адам Халықтар емес, адам саны десей. адам саны. Иә, вот қараңыз, бізде егер біз бәріміз общий письменность болса, бізде өзімізде 300 миллионный рынок болады. Біз Бір уже халық болып барық. иә, бір халық, ну халық болмаймыз, біз қазақпыз Панчеркизм. боламыз, конфедерация сияқты болуы мүмкін. Негізі Ерланды мен де танимын ғой, алдында сөйлескен едік. Ойы ұшқыр, терең ойланатын жігіт, өйткені тағы бір қызықты бір теория айтқан болатын. Жаңа қазық туралы, шаңырақ туралы, қазақтар негізі ортақ ел деген сол туралы айтып кетсең, көрермендерге қызық болады деп ойлаймын. Қазақ деген сөздің бізде көп теориясы бар ғой, қайдан шыққаны. Иә. Соны ешкімнен естімеген бір теория бар Ерланда. Ерланда көп негіз сондай теориялар. Ешкім айтпайтын. Ой, анандай терең адам ғой. Мен және менің достар Татарстандан, Башқұртстаннан, ну менің достарым, біз зерттейміз и біз хотим понять, қандай мағынасы ертеде болған осы сөзге. Қазақтарда полярный звезда темір қазық дейді, иә? Татарларда, башқұртлар темір қазық дейді, тоже осылай. Бірақ оларда еще басқа термин бар, полярный звезда. Қазақ жұлдызы или қазақ жұлдызы. И мен ойладым, отырдым, бір наурыз бізде болды жұмыста. И мен көрдім шаңыраққа. И егер қарағанда, то қазақтар қарайды, қай жерде шаңырақ ол төрт круг и төртке бөлінеді. И қазақтар қарайды, қай жерде қазір темір қазық тұр. Егер осы жерде, значит, басқа жайлауға кету керек или қыстауға керек. И то есть қазақтар геолокация. И вот поэтому мен ойлаймын, что қазақ ол бұрын как символ стабильности, символ такого единения, что все планеты, Солнце, Луна, звезды, Сатурн, бәрі полярная звезда внутри крутится. Енді қазық пен қазақ деген сөздің байланысы туралы мен нақты білмеймін. Бұл 100% дұрыс этимология деп те ойламаймын, шын айтсам. Өйткені ғалымдардың айтуынша қазақ деген ол түркі сөзі, қазғақ деген сөзден шыққан, еркін деген сөзден шыққан. Мағынасы еркін деген. Қазақ деген еркін халық. Негізгі мағынасы, негізгі этимологиясы сондай. Қазақ деген бар. Сіз айтыңыз қазақ, қазақ ол свободный адам, а неге біз өзіміз дейміз азат адам, қазақ демейміз қазақ адам, неге? Ойлаңыз. Біздің тілде сақталмаған деп жатыр да ол сөз, еркін деген мағынасы. Енді уақыт өте өзгеріп кетті. Қараңыз, еще бұрын қазақтар өзі қазақ постоянно айтпады. Біз бұрын и Алтай, Алаш болғанбыз, и Ноғай, өзбек, и татар болған. То есть бізде особо такой этнический привязки болған жоқ. Бәсе басталды Нұрқожа. Біз кешір неғылан бөл жерім, екі қонақты шақырған кезде біреуі руна дедік, біреуі латын әліпби дедік, екеуі бір-бірімен ұрсатын шығар десек, бағанан бері жарты сағат тып-тыныш болып отыр, енді басталып келатқан сияқты ғой бір-бірімен келіспеушіліктер. Былай сияқты, сен кімнен Нұрсұлтанды қолдаушысың, мен мына жақты қолдап отқан сияқтысың. Қасында отқаннан кейін. Қазір бүйтіп иықпен ұр жүреді. Просто мен ойлаймын, что қазақ көбісі, қазақ свободный адам. Неге бізде бар сөз бостандық, қазақшылық, ол как свободная или как вольность или свобода. Қазақ деген жаңа айтты ғой, ешқандай генетикалық ешқандай байланыс жоқ негіз. Қазақ деген политоним болған, яғни политикалық бірігу. Керей мен Жәнібекті қолдайсың ба, сен қазақсың. Сен африкандық болсан да келіп отбасымен бірге біз ол мүлдем қолданбады деген сөз емес қой. Ол қазақтар өздерінің жалпы мағынада бәрібір қазақ деп айтқан. Ондай сөз болған деп отырсың. Негізі былай болған ғой, біз мектепте айтады ғой осылай, Керей мен Жәнібек біз қазақпыз деп бөлініп шықты деп. Негізі кім бір түркі тілінде жазған бір жазушы бар,
атын ұмытып тұрмын қайсысы екені. Былай жазған ғой, өзбек хандығынан бөлініп шықты Керей мен Жәнібек, енді олар өздерін өзбек қазақ деп атайды деп. Иә, басында Өзбек сөйтіп қазақ айтқан, солай. кейін тек қана қазақ деп қалып қалды, Аха. бөлініп қалды. Осы тақырыпты жалғастыру үшін біз екеуміз талқылап едік қой бір күні. Негізі қазақ деген атау сәл ойлансақ ұтымды атау емес деп. Иә, өйткені тарихта көп жерде кездесе бермейтін. Мысалы қырғыз деген кездеседі. Былай ойлайтын болсақ, ол ежелден келе жатқан аттар емес қой. Былай бір шақ болды. Елдер бөліну керек болды, яғни оларға атау керек болды. Әйтпесе біз бір халық болдық. Сол кезде Турция, біз түрікпіз деп ең ұтымды атын алып кетті. Ең ұтымды алып кеткен қырғыздар негізі. Татар ше. Қырғыз. Сен айтуынша ол мысалы тек осы 20 ғасырдың басында ғана сондай болды деп тұрсың ба? Иә, шынымен. Оған дейін де болды. Әр ұлтты өзін бөлек атады. 1920 жылдары, 22-24 сол жерде былай болады, ұлт деген түсінік бізге келеді. Национальность, nationality деген. Француздардан демек. Француз бірінші бастайды олар. Сөйтіп бүкіл өзіне ұлт. Біз енді ұлт болып қалыптасамыз деп, оған дейін ұлт деген түсінік болған жоқ мүлде. Сол кезде атау іздейді. Біз сол кезде алаш деген вариант болған бізде негізі. Біз қазір өзімізді, егер параллель реальностьта біз өзімізді қазір біз алашпыз деп жүретін едік. Алашстан деп солай сияқты. Сол кезде екеуінде бірдей шанс болып тұрған. Жоқ, ол бертін келе ғой. Ол 1900-дің басы, иә. Бірақ оған дейін де негізі қазақтар өздерін қазақ деп атап жүрген. Ол жай ғана анандай ұран сияқты бір нәрсе болған. Ұран сияқты емес. Мен мысалы оқыдым бір жерде, орыс этнографтары жазған. 18-ші ғасырдың ортасы, 19-ші ғасырдың ортасы, сол кездер жазылған бір еңбек, нақты ұмыттым атын. Бірақ ол жерде жазған, мысалы, енді бізді ол кезде киргизы деп атады ғой, орыстар. Киргиз, кайсак деген ше. Бірақ ол жерде нақтылап кеткенде, бірақ олар өздерін олай атамайды деп. Олар өздерін казаки деп айтады. Х емес, казаки деп айтады. Сонысы нақты жазылған. Сондықтан ол да берік жақ қой. Енді 20 ғасырға дейін де сондай болған деген сөз. Оны айтып тұрғанымыз, олар ұлт ретінде болған жоқ сонда да. Бәрі халық ретінде. Иә, бір тайпа сияқты. Бірақ оны айтып тұрғаным, қараш, мысалы татар деп өзін көп ұлттар айтады. Хакастарды өзін татар дейді. Көптеген татар дейтін өзін ұлттар бар. Бірақ Татарстан ол атауды алып қойғаннан кейін басқалар өзіне жаңа атау іздеді. Мысалы моңғолдар да өздеріне сол атауды сол кезде алғанда, Елзаттың айтып тұрғаны былай ғой. Бірақ қазақтар ондай болған жоқ қой. Біздің ситуация ондай болмады. Былай ғой, қара, егер де біз сол 1920 жылдары қазақ деген емес басқа бір атауды алсақ, мысалы ғұн деген сияқты, қыпшақ деген сияқты керемет болатын еді. Қараш, қазір біз қазақ деген атауды алғандықтан біздің тарих 16 ғасырда басталады. 15 ғасырда, 1465 жылдан. Иә, шатастырулар бар, қырғыздармен. Мысалы қырғыздар, олар анау Енисей қырғыздарына прям 100% қатысы болмаса да, олар біз анау түркілерден де бұрын болғанбыз, түркілер бізден шыққан деп сөйтіп айтады. Түріктер қырғыз қағанаты деп. Бүкілін түрк деп санайды, бізден шыққан деген сияқты. Татарлар туралы өте көп. Қазіргі Татарстан ол татарлардың 1% ғана құрайтын шығар. Бұрынғы өзін татар деп атаған, Шыңғыс ханның әскері, Алтын Ордада бәрі өзін татар деп атаған. Олар солармен өзін байланыстырады. Ресейді біз жаулап алған деп айтады олар өздері туралы. Егер біз мысалы қыпшақ деген сөзді алсақ, ұлт ретінде, біз уже дешті қыпшақтар туралы көп, куманы, бірақ енді ол кезде қыпшақ деген жай тайпа бар ғой, олар енді өздеріне тарихта аты қалған деп жатыр ғой. Тарихта көп кездесетінді айтып жатырмын. Жай қазақ деген аты жаман деп тұрған жоқ па? Жоқ, оны түсініп тұрмын, бірақ қыпшақ емес, алаш дей берсе де болады негізі. Алаш орда өмір сүрсе, сол біз. Бірақ алаш десек, мысалы, біз онда тарихта көп кездеспейді да ол. Сол жағын айтып отыр да. Не орта ғасырлық мысалы ұтымды болған дейін. Егер біз мысалы ғұн деген атауды алсақ, онда бізде мүлде басқаша болатын еді. Бәрі бұның ата бабасы болатын еді, барлық түркілер. Нұрға, менде қазір бір теория бар, мен бірінші рет осы жерге айтамын. Егер рұқсат беріңіз. Қараңыз, қалай қазақ тілінде бұрын үй болған, үй. Отау, да, или үй бар ғой сөз. Шаңырақ. Ол бұрын қазақ тілінде болмаған. То есть көне түрік тілінде үй болмаған. Үй деген сөз. Басқаша бір атау. Еп болған. Бізде түрікте қалдай осы, как ев.
үй. енді бізде жай Қазір Нұрсан қазір қоямын. Енді қараңыз, бізде вот егер қарағанда қазақ үй ол ұяға ұқсайды, ұя. То есть мынау шаңырақ и мынау кереге ол как символдар, как объединение. То есть и бұрын осындай, ну, көбісі адамдар білмейді, бірақ вот бар ғой термин үйсун, ұйғыр, үйю. И қазақ тілінде организация қалай болады? Ұйым. Сен айтқансың ғой бұл теорияны, бізге айтқансың сен. Нет, это лично айттым. Ұйғыр. Да, уйгур, уйсун, осындай, как типа уйсун, типа пусть собираются вместе, ну как объединяются. Уйгур пусть строит союз. Типа Уйғыр деген как ғыр деген не бар ғой бізде? Суффикс. Уйғыр деген ол ұюға қабілеті бар деген сияқты. Тез жиналып қалады. Үй деген ол тек қана бізге сирек қолданатын. Енді қараңыз, қандай ошибка бар? Вот оқығанда, вот мен недавно Андрош Биромен кездестім, мадияр, Мажарстаннан келген. И мен айтым оған, қалай вот Хунгария, откуда взялось это слово? Ол маған айтты, ну что бұрын бізде 10 оғыр тайпалар болған, который құрған вот это Мажарское королевство. 10 оғыр. Бірақ латинецтер оны дейді Хунгария, Хоногур. И бізде қалай гуны, потомки хуну, да? А вот хуну қай жерден, қай тілден шыққан осы сөз? Хуну. Моңғол? Нет, Қытай летісе сюну, да, дейді. Ксюну. Біз вот не ксяоми дейміз, а біз сяоми дейміз. То есть дұрыс оқығанда не сюну, не хуну, не хуну, а именно сюну Қытай тілінде. И вот қанас үйсун, сюну. То есть осы сөз үйсун, ұйғыр, ежелгі мағынасы болған тек қана этот. Менде ғұндарға қатысты басқа теория бар. Себебі моңғол тілінде қазір көне сөз сақталып қалған адам, біз адам дейміз, ол бізге ивриттен келген. Ивриттен араб тілінен келген адам деген сөз. Негізі көне сөзде ол хун. Моңғол тілінде әлі адамдарды хун дейді. Хун деген адам деген сөз. Және көп ұлттарда, ұлт демекші енді халықтарда оның өзінің атауы адам деп аударылады. Мысалы, біз кімбіз, біз адамдарымыз деген сияқты. Сондықтан хун деген сол адам деген сөзден шыққан деп ойлаймын. Қараңыз, бұрын ежелгі төне көк белге қалған ескерткіштер қай жерде орналасқан? Монголияда жерінде. Осы слово құн жоқ. Адамдарды кісі дейді. Ескерткіштер жоқ, иә? Жоқ, кісі, сосын халықты жалпы будун деді ғой. Будун ол подданный, ол не народ, ол подданный. Бұрын түрк қағанаттар кім? Допустим, түрк қыпшақ, түрк ұйғыр, түрк қырғыз. Неге түрк жасаған? То есть түрк ол правильный. Избранный деген сияқты ма? Жоқ, не избранный. Типа ол түрк қырғыз, примерно, түрк сир или түрк қыпшақ. Ол значит правильный қыпшақ, праведный. То есть ол біздің законымыз. Заңдарға бағынады, заңды ұстанады деген сөз. Кім ұстамайды, ол уже біздің враг. Типа уже будун как подданный. Будун колония сияқты ма? Будун это подданный. Оноқ будун деген оноқтың астында жүрген. Еще не будун. Менің ойымша бодан. От этого орыстың сөзі подданный возникло. Бодан деген сөз бар ғой бізде? Иә, бодан, то есть путун деп айтайын. Бодан. Пютін демесем. И вот біз зерттейміз көне түрк жазуы. И там бәрі түрк тілінде жазған. И когда зерттейсіз, сен уже ойлайсың, қай жерде монғолдар? То есть, и мен ойладым, еще түрк қағандар вечно хотели построить мәңгі ел құрғанда. Чингисхан хотел мәңгі ел жасауға. То есть, вечная страна под вечным синим небом. Назарбаев. Даже вот маған бір адам звондады и айтты, сен білесің, да, вот что, почему қазақ, бізде бір мәңгілік ел монументі. Неге оны мәңгілік ел, а не мәңгі ел жазған? Неге? Потому что вообще план болған мәңгі ел, вечная страна. То есть вот как бар ғой қытайлар өзі поднебесный дейді, или страна Япония, страна восходящего солнца, или страна. Мәңгілік ел деген қате ғой негізі. Мәңгі ел. Структура бойынша. Мәңгі ел, вечная страна. Мәңгі ел болды. И Чингисхан, Бумын қаған, Истеми қаған. Көк бәрі сол неден. Иә, мәңгі ел. Бүкіл идеясы сол болған мәңгі ел, ешқашан жойылмайтын халық деген. Моңғол деген содан шықты ма сонда? Иә, қараңыз, арабтар, индустер, парсылар, оны Монголия, Монголия и осындай Монголия. Қай жерде Моңғолстан орналасқан? Жетісу. То есть бұрын Ұлытаудан Ташкент, Урумчи, вот осындай
территория Жетісу, Ұлытау, Южный Қазақстан, Ташкент, ол бұрын центр болған. Вот көбісі айтады Алтай ешқашан центр болмады. Потому что, во-первых, 10 ай ішінде қар жауады, суық. Центр Ұлытау емес пе? Қазір мен еще Ұлытауға айтамын. Ұлытауда менде еще басқа теория бар, қазір айтамын. Қараңыз, кочевая империя за счет чего зарабатывали деньги? Грабеж? Шелковый путь. Қай жерде шелковый путь проходил, там массовая концентрация племен. Енді қараңыз, возьмем сокровенное сказание монголов. Қандай племен бар ішінде? Сокровенное сказание монголов. Вот Чингисхан был. Там Найман, Жалайыр, Қоңырат, Уйғур, там Қырғыз. Әр вот эти все племена, именно вот бар ғой, Южный, Центральный Казахстан, вот эта часть, самый көп адамдар тұрады. То есть бұрын и вот западно-тюркский қай жерде столица болған? Суяб. Қай жерде? Вот между Жамбылской и Алматы облысы. То есть исторический центр болған осы жерде. Біз негізі Нұрқожа екеуміз шақырған кезде рунаны дәріптеп жүрген өзінің өкілі, қазақ граммардың бастаушысы шақырған кезде бізде басты сұрақ десек болады, осы қазақ граммар рунаға қалай қарайды, руна қазақ граммарға қалай қарайды, осы екеуін біріктіруге бола ма, қайсысы дұрыс деген сияқты бір сұрақты қойып жауабын алғымыз келді негізінде. Мен өзім рунаны қолдаймын, руна ұнайды өзіме, бірақ бұрынғы түпкі байырғы принциптерін өзгерту керек деп ойлаймын негізі. Бейімдеп, иә, бейімдеп, заманауи етіп. Принциптерін өзгертіп, және мысалы руна ол тасқа қашап жасалған ғой таңбалар. Егер письменный түрі, кәдімгі жазба түрі пайда болса, соған қосатып. Жазуға ыңғайлы. Сосын мысалы Ерлан медиада жоқ, иә? Сіздерге қараған кезде. Сіздер өздеріңіздің тарапыңыздан медиадан күшті неғып жатсыздар, дәріптеп жұртқа көрсетіп жатсыздар. Ал рунаны мысалы қандай сіздердің тәсілдеріңізбен не қылу керек па, елге көрсету керек па, немесе басқа? Мысалы мен өз тарапымнан Ерланмен танысқан кезде бір жоба жасаған қалаға, аялдаманың жобасын жасаған кезде сол мысалы несін руналарды қосып, руналармен жазып, төбесінде дублировать етіп, жаңағы барлығы білетін кириллицамен де жазып қойдым да, ананы оқып, наны көріп, салыстырып жүрбақ, бұлай үйреніп кетеді-ау деген сияқты. Мынау да мысалы мен үшін бір тәсіл сияқты да үйреніп кету. Медиа саласында жүрген сіздің ойыңыз қандай? Қалай дұрысырақ, тезірек, егер осыны қолдайтын болсаңыз, қандай жолдармен осыны дамытуға болады? Енді әлеуметтік желіде рунаны дамытудың жолдары сол түрлі посттар шығару керек, түрлі картинка, суреттермен, мысалы түрлі брендтер бар, иә. Сәнге кіргізу керек, иә, мода сияқты. Түрлі танымал брендтер бар, түрлі логотиптер бар, мысалы олар жазулары кәдімгі латынмен жазылған немесе кириллицамен, иә. Соны мысалы рунамен көрсетсек, осылай көрінуі мүмкін деген сияқты. Білуімше сіздер бір пост шығардыңыздар, бір парақшамен. Қазақша деген парақша бар. Ол жерде кола ма? Пепси. Red Bull, Pepsi. Иә, соның кәдімгі рунамен жазылған түрлер шыққан, кәдімгі әдемі шыққан. Негізі дизайнер ретінде айтатын болсам, маған руна бір әдемі көрінеді, неге ше? Қай жерге қолданбасаң, интерьерге, экстерьерге неге қолданбасаң да бір өзгеше рух береді. Жоқ, сән жағынан айтып отырмын. Мен дизайнер ретінде сән жағынан кәдімгідей ары қарай дамытуға, қисайтуға. Білмеймін, мен дизайнер емеспін, бірақ андай рунада мысалы тік сызықтары бар, острый и андай қисық сызықтары бар. Екеуінің тандемі бар, әдемі көрінеді. Ол суретші, дизайнер, киім үлгісіне бір керемет келетін әліпби сияқты мен үшін. Ал Ерлан, сен не ойлайсың? Латын әліпби туралы, қазақ граммар туралы? Қазақ граммар туралы мен қазір қазақ тілін өйреніп жатырмын. Потому что маған это как, вот мен бұрын қазақ тілін маған как, мен хотел выучить, но мотивация болмады. Бірақ қазір мен түрк тілін, көне түрк тіл жазу оқимын, и маған қазақ тілі уже міндетті түрде керек. И уже мен қазақ тілін қазір воспринимаю не как русскоязычный казах, как
немного такой язык другой, иә, а мен қазір уже воспринимаю, как ол менің тілім уже ана тілі. ана тілім, иә, уже мен басқаша көремін. Поэтому вот мен даже менде көп теория бар, вот мен айттым даже бүгін пару теория айттым, потому что мен начал қазақ тілін салыстыруға, қандай көне түрік тілде мағынасы оның болған и қалай қазір. И допустим қазір если көрсе там 40% қазақтан сөзі это араб және парсы сөзден шыққан. А түрік тілінде вот көне түрік тілінде басқа сөздер бар. Ну, то есть как егер біз көне түрік жазу көп адамдар оқығанда біз еще көп тайны ашамыз. И мен ойлаймын, что қазір организация тюркских государств не надо торопиться вводить латиницу. Нужно хотя бы там год-два попробовать рунами и латиницей посмотреть. Но Қазақстан, потому что все равно это центр. Мен ойлаймын, потому что Қазақстан бізде исторический шанс қазір бар. Наши предки бізді қолдайды. Егер біз если жасамыз вот как проекттер, да, как вот руна возродим, как еврейлер возродили. Қазір қанша адамдар еврейше біледі? 13 миллион адам. 13 миллион адам. Плюс еще бізбен шамамен бірдей. Я олар смогли, а оларда вообще проблема басқа болды. Они там кім идиште сөйлеген, французша, бухари, таджикше сөйлеген. Бізде сияқты екі тіл емес, оларда. Я, оларда вообще проблема. Но олар смогли. Қазақтар бар ғой, кім қазақ тілін не хотят учить. А потом увидят, что это возможно. Это язык Каганов, язык Чингисхана, язык Атилы. И уже басқаша көреді. Это не язык колоний. Тарихы бар. Тарихы бар. И бізде мотивация бар. Қазақтар қазір вот, бізде қазір идет подъем. Мы это все чувствуем. Поэтому вот Нурғажа, Ильза, сен что вы делаете, популяризируйте. Казах Граммар, это вот Казах Граммар, я сам советую всем, говорю, вот подписывайтесь, изучайте. Конечно, я бы хотел бы пригласить сізді. Барамын. Бір сағат ішінде я вас обучу рунам, что вы даже Культигин прочтете, и потом сіз айтасыз. Күшті. Бола ма? Қызықтыр жерде бар. Үйренгім келіп кетеді. Сериалар мынасы жақсы, айтып бір жерге шақырса осылай барғым келіп кетеді. Сонда да мен сезіп тұрмын, қазір осы видеоның астына мынандай хейттер кетуі мүмкін. Кеше ғана кириллицада жүрдік, енді сосын латын дедіңдер, енді руна дейсіңдер деп жазатындар бірінші осыны соңына дейін тыңдап, зерттеп, мынау шын мәнінде біздің тарихымызы бар, шын мәнінде біздің әліппеміз, осыны қолдауымыз керек па, керек емес па, соны бірінші ойланып болғаннан кейін хейт жазасыздар ма, жазбайсыздар ма, сосын ғана ойланып шешім қабылдаңыздар. Ал біздің жігіттерге дами беру тілейміз. Сендер некелерінде істеп жүргендерің екі жақтан қазақ тілінің біздің еліміздің дамуына өте үлкен әсер тигізіп жатыр. Сондықтан тек қана алға. Бүгін келгендеріне рахмет. Шақырғаныңызға рахмет. Күшті әңгіме болды деп ойлаймын. Қызықты. Алғыс. Рахмет.